Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетіне биыл 85 жыл. Жоғарғы оқу орны қабырғасында мерейтой аясында 85 түрлі игі шара атқару қолға алынған. Мұның барлығы да студенттер мен жас ғалымдардың білімі мен біліктілігін жетілдіруге бағытталған. Бүгін университетте өңір басшысы Оңдасын Оразалиннің қатысуымен салтанатты жиын өтті. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің 85 жылдығына арналған шаралардың қатарында алдымен жаңа зертханалар мен аудиториялар ашу жоспарланыпты. Өңірлік университет туралы толық мәлімет жинақталған кітап та бар. Халықаралық көрме онлайн түрінде өтеді. Университетте оқытушылар құрамының сапасы жақсарған. Профессор оқытушылар құрамының жартысы ғылым докторлары. Университет 78 бакалавриат, 40 магистратура және 6 докторантура мамандықтары бойынша білім береді. Диссертациялық кеңестер жұмыс істейді. Университетіміздің студенттерінің саны қазір екі есеге өсіп, 15 мыңнан артық студенттер, магистранттар, докторанттарымыз бар. Магистратураның мамандықтарының саны 15-тен және 40-қа дейін көтерілді. Докторантурадан бізде 6 мамандық ашылды. Болашақта да тағы да докторантура ашылды. Содан кейін диссертациялық кеңестер ашылды. Қазір математика және физика мамандықтары бойынша диссертациялар қорғалып, PhD докторларымызды өзіміз шығара бастады. Университет түлектерінің 95% жұмысқа орналасып кетеді. Бүгінде университет әлемнің 150-ге жуық жоғарғы оқу орнымен ынтымақтастық байланыс орнатқан. Жоғарғы оқу орны ғимараты да жаңа заманға сай жасақталыпты. Әлеуметтік мәселелерге байланысты бізде Ақтөбе ақтаңгерлері деген үлкен жоба іске асып жатыр. Бұл Ақтөбедегі Ақтөбе өңірінен шыққан белгілі тұлғаларды насихаттау. Екінші бір біздің үлкен жобаларымыздың бірі Ақтөбе ақбөкендер мекені деп аталады. Бұны біздің студенттеріміз қазір қолға алып жатыр. Университеттің 85 жылдық мерейтойына орай 85 түрлі игі іс атқару қолға алынған. Алдымен осы игі шара барысында 85 үздік оқытушы мен студент анықталған. Жұбанов кітапханасы сериясымен 85 кітап жарық көреді. 85 студентке арнайы білім гранты тағайындалады. Раушан Сейсенбаева, Жасұлан Жұбай, Тәулік.